Семей қаласы көлік колледжі математика пәнінің оқытушы Жұмадилова Жадыра Шарыпхановна. Бүгінгі біздің геометрия пәні бойынша қарастыратын тақырыбымыз кеңістіктегі векторлар және оларға амалдар қолдану болып табылады. Сабағымыздың мақсаты кеңістіктегі векторлардың ұзындығы, тең векторлардың анықтамасын танысу, векторларды қосу және векторлардың санға көбейтуді орындау болып табылады. Демек, вектор дегеніміз не? Кеңістіктегі вектор деп бағытталған, яғни басы мен ұшы көрсетілген кесілінеді. Бізде А нүктесі басы болса, В нүктесі ұшы болып табылады. Және оның белгіленуі АВ немесе кішкентай А векторы деп белгілейміз. Тең вектор дегеніміз не? Ұзындығы тең және бірдей бағытталған векторларды тең векторлар деп атаймыз. Демек, бізде өздеріңіз көріп отырғандай АВ векторы тең болады ДС векторына. АД векторы тең болады ВС векторына. Демек, бұл жерде АД векторын А деп алатын болсақ, ВС векторын В деп алатын болсақ, екеуі өзара тең болып саналады. Қарама-қарсы векторлар дегеніміз не? Қосындысы нөлге тең векторлардың берілетін екі вектордың қарама-қарсы векторлар деп атаймыз. Бізде бұл жерде А векторы қарама-қарсы вектор, бізде В вектор болып табылады. Және АВ векторы, А векторы қарсы В векторда болып жазылады. Нөлдік вектор дегеніміз, егер векторлардың бас нүктесі оның ұшымен дәл келіп болса, беттесіп жататын, онда ол векторды нөлдік вектор деп атаймыз. Және оны нөл деп белгілейміз вектормен. Нөлдік вектордың абсолют шамасы нөлге тең. Векторлардың қосындысы дегеніміз А векторы А1, А2, А3 және В векторы В1, В2, В3 векторлардың қосындысын айтатын боламыз. Бұл жерде А1 қосылған В1, А2 қосылған В2, А3 қосылған В3 координаталары болатын А векторы қосылған В векторын айтады. Әрбір А, В, С векторлары үшін мынандай теңдіктер орындалады. Бірінші, А векторы қосылған В тең болады В векторы қосылған А. Бұл қосудың ауыстырымдылық заңы. Екінші, А векторы қосылған жақша ішінде В векторы қосылған С векторы жақша жабылған тең болады. Жақша ішінде А векторы қосылған В векторы жақша жабылған қосу С вектор, бұл қосудың терімділік заңы болып табылады. Векторлардың қосудың үшбұрыш тәсілі бар. Демек, В векторын қосу арқылы біз мына ұзындықты таба аламыз. Демек, А векторы қосылған В вектор немесе үшбұрышты тәсілімен А векторынан В векторын ала аламыз. Демек, мына ұзындықты табу үшін біз А векторынан В векторын аламыз. Келесі біздің қарастыратын тақырыбымыз параллелограмм ережесі болып саналады. Ол АС векторы тең болады А векторы қосылған В векторы, не болмасы ДВ векторы тең болады А векторы алынған В векторы. Бұны параллелограммның қасиеті бойынша А векторының ұзындығының квадраты қосылған В векторының ұзындығының квадраты тең болады А векторының қосылған В векторы ұзындықтарының квадратына қосылған А векторы алынған В векторының ұзындықтарының айырмасына бөлінген екіге тең болып табылады. Көпбұрыштар тәсілі бұл жерде өздеріңіз көріп отырғандай А, Б, С, Д, Е векторларының қосындысы бізде мына кесіндінің ұзындығын береді. Осы арқылы біз ұзындығын таба алатын боламыз. Векторлардың абсолют шамасы немесе модуль деп вектордың кескінделген кесіндінің ұзындығын айтады. Ол бізде А векторының ұзындығы және АВ векторының ұзындығы деп белгіленеді. Демек, А нүктесі бізде X1, Y1, Z1 болатын болса, В нүктесі бізде X2, Y2, Z2 болып табылады. Ал А векторымыз бізде А1, А2, А3 вектор болады. Ал енді А векторының ұзындығын табу үшін бізде оны түбірасында А1-ның квадраты қосылған А2-ның квадраты қосылған А3-ның квадраты деп аламыз. Ал АВ векторын табу үшін ол тең болады. Түбірасында X2-ден аламыз X1-дің квадраты қосылған
жақша ішінде y2 алынған y1-дің квадраты қосылған жақша ішінде z2 алынған z1-дің квадраты болып табылады. А векторының 0-ге тең емес x санын көбейтіндісі деп ұзындығы x көбейтілген А векторының ұзындығына тең болатын Б векторын айтады. Мұндағы x үлкен 0-ден болса, онда А мен Б векторлары бірдей бағытталған болады. Ал x кіші 0-ден болса, онда олар қарама қарсы бағытталған болады. Демек, Б тең болады x көбейтілген А, немесе Б векторы тең болады x А деп белгіленеді. Бізде x мына жерде кез келген сан болуы мүмкін. Векторлардың қосындысына және векторлардың айырымына мысал келтіретін болсақ, бізде А1-дің орнында -1 тұр, -3 тұр, қосылған Б1-дің орнында 7, А2-ның орнында бізде 2, қосылған Б2-ның орнында бізде -3, және де А3-ның орнында бізде -5, қосылған Б3-ның орнында бізде 9. Енді есептейтін болсақ, демек бізде 7-ден 3-ті аламыз, себебі 7 саны бізде үлкен. Сол себептен осы үлкен санның таңбасы қойылады біріншіден. Демек бізде 4 шығады. Екінші, 2 -3, бұл жерде бізде -1 шығады. Себебі 3 саны бізде үлкен, модуль бойынша үлкен санның алынады да, сол үлкен санның модулі қойылады. Сол себептен бізде -1, одан кейін -5 және 9. Бізде екеуін алатын болсақ, 9-дан 5 аламыз. Себебі бізде 9 модуль бойынша үлкен саннан кіші санды аламыз да, үлкен санның таңбасы болады. Демек, бізде 4 шығады. Біз және А1 векторларының мәнін тауып алдық. Екіншісі, А вектор алынған Б векторының мәнін табатын болсақ, бұл жерде -3 алынған 7, екінші 2 алынған -3, үшінші -5 алынған 9. Аралықта есептейтін болсақ, 2 минус болған жағдайда біз қосамыз да таңбасын қоямыз. Демек, -10 шығады бізде. Екіншіде 2 минус бізде плюсті береді. Сол себепте 5 мен 3-ті қосамыз, бізде 3 пен 5-ті бізде 5 шығады. Екінші, -5 және -9 екеуі бірігіп қосуды береді. Демек, -5-ке -9-ды қосамыз да -13 болады бізде. Демек, біз өздеріңіз көріп отырғандай А мен Б-ның қосындысы және А мен Б-ның айырмасын таптық. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.